Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар, бүгін біз сіздермен бүтін сандарға арналған алгоритмдер мен олимпиадалық есептерді шешетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Бүтін сандарға арналған алгоритмдер негізінен 4 түрге бөлінеді. Олар Евклид алгоритмдерінің бірінші түрлендіруімен, ең үлкен ортақ бөлгішін табумен, Евклид алгоритмінің екінші модификациясымен, қалдықпен бөлумен және диафанттық теңдеулер и жай сандар болып бөлінеді. Біз бүгінгі сабақта олимпиадада кездесетін осы тақырыптарға сай есептерді қарастыратын боламыз. Ал ендеше бастаймыз. Бізге берілген есепті қарастырайық. 2а және b бүтін сандары берілген. Олардың ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Кіріс деректері 109-дан аспайтын 2 натурал сан енгізіледі. Шығыс деректері енгізілген сандардың ортақ бөлгішін табамыз. Ол үшін ең алдымен біз Python программалау тіліне ашамыз. Берілген есебіміздегі а және б сандарын 0-ге тең деп аламыз. д бұл бізде ең үлкен ортақ бөлгіші 1 деп аламыз. а және б санын input деп бүтін сандар бойынша меншік деп аламыз. а тең int input, b тең int input. Және біз бұл жерде x тең a деп аламыз. Және if шарты бойынша, егер b адан үлкен болатын болса, x тең және for I in range деген цикл кетеді. Бұл жерде бізге әр санымызға бір санын қосып отыру үшін, бұл жерде біз келесі қадамымызда x-ке 1-ді беріп отырамыз. x қосылған 1. Келесі қадамда бізде логикалық оператор қолданады. If a және b сандар үшін AND логикасын қолданамыз. Бұл жерде a және b санын I санына бөлген уақытта қалдықсыз болатын болса, біз экранға d-ның мәнін береміз. Яғни d тең 1 деп print тақтаға d-ның мәнін шығаратын боламыз. Run батырмасын басамыз. Есепті сақтаймыз. Есеп 1 деп сохранить етеміз. Және 2 натурал санымызды береміз. 9 және 12 санын береміз. Нәтижесінде 3 деген үлкен ортақ бөлгішін аламыз. Екінші есепті қарастырайық. А және Б қабырғаларының ұзындығы натурал сандар болатын тіктұртбұрыш берілген. Егер сіз әр уақытта мүмкін болатын ауданның квадратын кесіп тастасаңыз, түпнұсқа тіктұртбұрышы қанша квадратқа кесуге болатындығын есептейтін программа құрыңыз. Берілген кіріс деректері 32-64, шығыс деректері мүмкін болатын квадраттар саны 2. Ал енді Python программалау тілін ашамыз. А және Б бүтін сандарын 0 деп аламыз. К бұл бізде мүмкін болатын квадраттар саны. Print деп тіктұртбұрыштың өлшемдер санын береміз. А және Б сандарын input деп енгізіп аламыз. Экранда енгізуіміз үшін, белгілі сан беруіміз үшін А және Б сандарын input деп енгізіп аламыз. К тең 1 саны және А тең Б-ға болатын болса, немесе А үлкен Б-дан болатын болса, А саны тең Адан Б-ны азайтамыз, немесе Б-дан А-ны азайтамыз. Және экранға К-ның мәнін шығарамыз. Run батырмасын басамыз және тіктұртбұрыштың өлшемдер санын енгіземіз. Біздің жағдайда 32 және 64, К тең нәтижесі 2. Келесі жай сандарға арналған есептерді қарастырамыз. Теріс емес 2 бүтін санның қосындысын есептейтін бағдарламаны жазыңыз. Кіріс деректері 2 сан берілген, әрқайсысы бөлек жолда жазылады. Шығыс деректері 2 санның қосындысын шығарыңыз. Ал енді Python программалау тілін ашамыз. А және Б бүтін сандарын енгіземіз. А тең int input. Бірінші санды енгізіңіз. Б тең int input. Екінші санды енгізіңіз. Және бізде мүмкін болатын 2 оң санды жазамыз бұл жерге. А тең 0, Б тең 0. С тең А-ға Б-ны қосамыз. Және егер А 0-ден үлкен және Б 0-ден үлкен болатын болса, онда экранға С-ның нәтижесін шығар. Run батырмасын басамыз. Есептің нәтижесін тексереміз. 2 бүтін санды жазамыз. Бірінші санға 3, екінші санға 5. Және тексеріп көреміз. Басқа сандар береміз. 8 және 6, 14. Келесі сан 6 және 15. Нәтижесі 21. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Олимпиадада осындай есептер кездесетін болса, ешқандай туындық тудырмайтынына сенімдімін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.